Ана парасаты болған оқиға ізіменен. Досым айтады, Бауыржан деген жақын бір туыс ағамы көлік апатына ұшырап қарсы жақтан соғылған машинаның жүргізушісі қаза болды. Талдықорған жақтың кісісі екен. Тұрақты жерін анықтаған соң нағашы ағаларымен бірге анашымда кетті кешірім алуға. 2 күннен кейін қайтып келді. Сондағы дастархан басында айтқаны: суық қарсы алды бізді. Түсініп тұрмыз, адамынан тұтас әулеті асырап отырған азаматтан айырылу оңай деймісің. Бірақ Құдай басқа бермесін, қарағандары өңменен өтеді. Көрісіп шыққан соң үйге бөлек бір бөлмеге алып кірді. Көзімізбен жер шұқып отырмыз. Кісі аяғы басылып саябырсығанда бауырлары кірді әуелі. Түтіп жеп қоятындай жүздерінің ызғар шашып тұр. Артынша әйелі кірді марқұмның. Сабырына сезімі жүйрік әйел зат емес пе? Кіре сала ойбай басты. Рөлде болған кім? Көрсетіңдерші маған. Жолында өлейін ойбай. Қайсысы деймін? Мынау деп ишараласа да беретіндей елеріп тұр бейбақ. Есіміз шығып кетті. Ана Бауыржан байғұстың өңі де мүлдем боп-боз болып кетті. Дәп бұлай болар деп ойламаған екенмін. Жүрегім атқаптап, басым шаңылдап кетті. Алламай өзің сақта дей бердім іштен. Осы кезде тынышталыңдар түге деп зілді дауыс естілді есік жақтан. Қарасақ кимешегінің сыртынан қара жамылған жас шамасы 80-нің төңірегіндегі кейуана кіріп келеді екен. Сәл еңкіш тартқан бойы таяғына сүйеніп, тіктеп ұстаған күйі қарсы алдымызға келіп жайғасты. Салмақты сұспен бізге жағалай қарап алды да: қай елдің адамы боласыздар деді. Алматы облысынан апа, Суан, оның ішінде Қараменді елінің баласымыз. Арамыздағы үлкеніміз Сабыраға тіл қатты. Бәйдібектей бәйтеректің бұтағымыз, домалақтай ананың жұрынымыз деңдер. Апа, ал айта отырыңыздар, жағдай қалай болған? Жағдай болар болмас күрсінген Сабыраға сөзін жалғады. Естіген боларсыздар, баламыз жүк тасымалдайтын мекемеде істейтін. Қытайдың Қорғас деген бекетінен бері шыққан соң біраз елді мекеннен кейін енді ала басталады. Сол жолда келе жатып алыстан қарсы келе жатқан бір жарықты байқапты. Жақындағанда зер салса, ол да жүк таситын КамАЗ екен. Содан әбден жақындағанда әлгі машина болт етіп қарсы жолға шығып кетіпті. Дәл дереу бипілдетіп барын жалқылдатса, өз жолына түсе қоймапты. Сен сонда өзің әлі демекшісің ғой? Әйелі баж ете қалды. Тәйт әрі, сөзді білме. Айтарыңды сонан кейін айтарсың. Әже ызбарлана қарады. Айта беріңіз. Содан бұл өзі бір шетке қашады ғой. Бірақ арақашықтық өте жақын болғандықтан бұның машинасының тіркемесіне ана машина алдымен келіп ұрылыпты. Жедел жәрдем жеткенше балаларыңыздың дәм тұзы таусылыпты. Тауыстық деп ашыған айтсайше, өтірік мәлімсемей. Әйелі қайта шапты. Болды. Әженің әмірлі үні қаттырақ шықты. Болды, шаптық па келін. Өтірік айтса Құдай көріп тұр ғой. Айтып болдыңыз ба? Айтып болғанда, апатай басқа не етейік? Айыбымызды мойындап алдыңызға келіп тұрмыз. Бір жаза болды. Кешіріңіздер. Білеміз, азаматтан айырылу оңай емес. Бірақ біздің балаға да жандарыңыз ашсын. Кешірім беріңіздер. Айтқандарыңызды тауып берейік. Кешіріңіздер. Ағаның көзінен жасы шығып кетті. Домбыққан көзінің кимешегінің ұшымен сүрткен Индабат апа бізге тағы да бажайлы көз салып шықты да жігерлі дауыспен сөйлеп кетті. Озбайтын өмір, тозбайтын темір болмайды екен. Жазаған ием-ай, мен осы қайтыс болған баланың туған анасы болам. Кенжебегім шынымен де сүт кенжемеді. 40-тан асқан шағында кейуана үнсіз игілік кетті. Аздан соң қайта басын көтеріп, қайратына сөйледі. Мойнынан балаларына бұрып сөйледі. Иә,
құлдыраңғанда, құлыным 40-тан асқан шағында арғы дүниеге аттанып отыр. Эх, түнем, бәрінің жаның күйіп, бауларың езіліп отыр. Келінжан, сені де жақсы түнем. Мен де сенде кезімде жесір қылғанмын. Бірақ кенжебегім біріңе бауыр, біріңе жар болған мен, оған менен артық жақын еш қайсысың жоқ. Өйткені мен оның анасымын. Ол менің 40 жасымды, омырауымда иткен балам. 9 ай көтеріп, бебеулеп, толғатып тапқан, түн ұйқымды 4 бөліп басқан балам. Сондықтан бұл қазанның иесі менмін. Шешімді өзім шығарам. Не дейсіңдер дегендей, кейуана бала шағасын көзімен барлап үнсіз қалды. Отырғандардың арасынан шашынан ақ араласқан егді кісі жауап берді. Үлкен баласы болар деп топшаладым. Дұрыс айтасыз, апа, шешімді сіздікі. Айтқаныңыздан шықпаймыз. Онда былай, егер менің баламды қастықпен әдейі өлтірген болса, онда әңгіме басқа болар еді. Бұлардың жағасында қолым кеңірдегінде тісім кетер еді. Бірақ бұл жағдай оқыстық болған жағдай ғой. Әйтпесе бір-біріңді бес берісі, алталасы жоқ екі азамат айдалада соқтықса ма? Бұл Құдайдың ісі. Жазмыстан озмыс жоқ, баламның маңдайына жазылған қазасы сол екен. Шебер Құдай әркімнің жанында өзіндік бір себеп арқылы алады. Сағаты соққан кезде оған ешкімде қарсы тұра алмайды. Құлындарым. Сондықтан менің айтарым, Құдай салды, біз көндік. Әбдірахман кешірім хатты жазып беріңдер. Бағанағы кісі басын изеді. Инабат апа бізге бұрылды. Ал қарағыларым, бәрі менің балаларымның құры екенсіңдер. Ештеңелерінің керегі де жоқ. Кештім құнын құлынымның. Құдай да бізді есіркесін. Ләжім торласа да, жарқылық айтпаған жанарынан төгіліп түскен жауһарынан кемешегін түйіп алғандай көрінді маған. Алдымызға келіп, қылша мойынмен талша деп, айыптарыңды мойындағандарыңа Алла разы болсын. Артық ауыз сөз кетсе, көңілдеріңе ауыр алмаңдар. О не дегеніңіз, апа, сізге Алла разы болсын. Әумин балам, айтса. Бәрі қараңдар. Бәріміз не айтпақшы, деп аңтарыла қалдық. Ата-баба салтында кірбең түскен көңілдің өзін қалдырмайтын тазарту үшін, шеккісіп қалғанды бекіту үшін, жегжаттық қатынас орнатуды жөн көрген. Сондықтан менің тілімді алсаңдар, өсіп тұрған ұл қыз бар шығар. Қайда? Бірін қыз беріп, екіншісін келін қылып ап, құда жегжат болыңдар бір-біріңмен. Иә, бұны да ойлап қойыңдар. Ал мына кісілерді дұрыстап ас суын беріңдер. Қазір келім, намазымды өтеп алайын. Соңынан айналайын апатайым-ай деп көз алмай қарап қалыппын. Ойпырмай, осы жасқа келгенше мұндай сұңғылы адамды көрмеген екенмін. Қайғысын қайратына, ашуын ақылына жеңдірген білетін. Бойын билеген жан екен. Адына заты сай кісі екен. Көненің көзі асылдың сынығы деп осындай-ақ болар. Баяғыда ел анасы атанған аналарымыз осы кісіде-ақ болған шығар. Шіркін деп анашым көпке дейін тамсанып жүрді. Апаларымыз қайда? Досымды тыңдап отырып, ақ кимешек астында сені көрем, ақ кимешек жоғалса нені көрем деген Мұқағанның өлеңі ойыма орала берді.